Мыңдаған шақырымға созылған Ұлы Жібек жолы шығыс пен батысты, өркениет пен мәдениетті жалғаған алтын көпір еді. Ұлы Жібек жолы Еуразия құрлығын шығыстан батысқа жалғаған ең ірі халықаралық сауда және мәдени байланыс жүйесі. Ол Қытайдың Чаньян, қазіргі Сиань қаласынан басталып, Орта Азия арқылы Таяу Шығыс пен Жерорта теңізі аймағына дейін созылды. Бұл жол бойымен саудагерлер, саяхатшылар, елшілер және ғалымдар жүріп, елдер арасындағы экономикалық және мәдени қатынастарды дамытты. Сауда керуендері арқылы шығыс пен батыс өркениеттері өзара байланыс орнатты. Жібек жолының басты сауда заты жібек маталар болды. Қытай жібегі әлемдік нарықта жоғары бағаланды. Сонымен қатар шай, фарфор, қағаз және металл бұйымдар да негізгі тауарлар қатарына енді. Сауда керуендері түйелер мен жылқылар арқылы жүк тасымалдады. Керуен құрамында жүздеген адам еңбек етті. Олар жол бойындағы бекеттер мен керуен сарайларда аялдап, демалып, сауда жасайтын. Шөлдер мен таулы өңірлер керуен қозғалысын қиындатқанымен, бұл бағыттар арқылы көптеген жаңа елдер мен халықтар байланыс орнатты. Түнгі сапарлар кезінде жолаушылар аспандағы жұлдыздарды бағдар ретінде пайдаланды. Астрономиялық білім мен табиғатты бақылау олардың жолды адаспай өтуіне мүмкіндік берді. Жібек жолы бойындағы қалаларда сәулет өнері мен қала құрылысы дамыды. Тараз, Түркістан, Отырар секілді қалалардағы базарлар және мешіттер қаланың әлеуметтік және экономикалық өмірін айқындады. Жібек жолы тек экономикалық қана емес, ғылыми және білім беру байланыстарының да арнасы болды. Қалаларда медреселер мен кітапханалар жұмыс істеді. Онда ғылым мен мәдениет дамыды. Қазіргі кезеңде Ұлы Жібек жолының идеясы Батыс Еуропа, Батыс Қытай, халықаралық дәлізі және Жаңа Жібек жолы жобалары арқылы жаңаша сипатқа ие болды. Ұлы Жібек жолының тарихи мұрасы өркениеттердің өзара ықпалдасуының айғағы. Ол қазіргі жаһандану дәуірінде мәдени байланыстар мен бейбітшілік символы ретінде маңызды рөл атқарады.